32 жасар ер адам, шағымдары ентігу, демалуының қиындауы, және аяқ қолының ұйып, аяқ қолының тырысуы. Бұл шағымдар оны бір аптадан бері талап жүрген. Жатыр, менде одышка дейді. Но сізде одышка емес, сізде чувство нехватка воздуха. Сізде одышка болса олай жата алмайсыз. Сатурация 96, давление 120/80, пульс 88. Бәрі нормада. Кардиограмма нормада. Адам бірден қатты ашуланғанда, стресста жүрген кезінде қанға адреналин көптеп бөлінеді. Гормон стресса. Осының нәтижесінде адамда шағымдар болады. Жалпы чувство нехватка воздуха, аяқ қолының тырысуы, аяқ қолының үйіп қалуы, жалпы осындай шағымдар болады. Адам постоянно стрессте жүрген кезінде осы процесс жалғаса беретін болса, ары қарай түрлі ауруларға алып келеді. Бұдан құтылудың жолы алдымен себебін жою, не істеу керек? Психоэмоционалды бақылауға, контрольда ұстау керек. Эмоциясын басқара білу керек. Стресстен аулақ болу керек. Сол кезде қандағы адреналиннің көлемі нормаға келеді. Жоғарыдағы осындай шағымдардың барлығы бірте-бірте тоқтап жақсарады. Скорый помощьта қандай диагноз қойды? Әрине, вегета қантамырлық дистония деген диагноз қойды. Жалпы кішігіріміз осындай жағдай болған кезде, мысалы, адам біреумен ұрысып қалды, қатты аяқ қолы тырысты, оның жалпы назарын басқа жаққа аударған кезде жоғарыдағы шағымдар жаймен тоқтайды.